Қайырлы күн, табысты кәсіпкерлер. Бүгін біз сіздермен жаңа заказды қалай оформдету керек екендігін үйренетін боламыз. Алдыңғы сабақта біз сіздермен Каспий магазинге қалай тауар жүктеу керек екендігін үйреткен болатынбыз. 3 түрлі әдісін. Енді сол жүктеген тауарымыздан жаңа заказ түссе, біз оны қалай қабылдауымыз керек және қалай жіберу керек екендігін үйренетін боламыз. Магазинде доставка жасаудың 3 түрлі әдісі бар. Вывоз яғни өзі алып кететін тауар, доставка яғни сіз жеткізіп беретін тауар, және Каспий доставка яғни Каспий өзі жеткізіп беретін доставканың түрі. Енді біз осылардың әрқайсысына жеке-жеке тоқталайық. Егер сізге осы новый заказ деген жерге новый заказ түседі, міне көрсетілген. Одан кейін оның беру уақыты, кім сатып алады, оның сомасы қандай, қай кезде сізге осы заказ түсті, оның способ доставки деген жерге сізге осы 3 түрлі доставканың біреуі осы жерде көрсетіліп тұрады. Қазір менде новый заказ жоқ, бірақ дегенмен осы кестенің астында көрсетіліп тұрады. Яғни одан кейін адрес самовывоз доставки, яғни мына жерде адрес, мекен жайы барлығы көрсетіліп тұрады. Осы жерге сізге новый деген жерге, самовывоз деген жерге түссе, онда ол новый деген принять дегенді басқаннан кейін самовывоз деген жер ашылады. Яғни осы жерде сатып алушының, тұтынушының сізге номері барлығы көрсетіледі. Номеріне хабарласып, алдын ала келісіп алып, уақытын, яғни тауардың қай уақытқа дайындау керек екенін алдын ала келісіп алып кетсеңіз болады деп уақытын келісіп аласыздар. Енді осы жерге новые деген жерге сізге сіз жеткізіп беру бойынша доставка түсетін болса, осында доставка деген бөлімде тұрады. Сіз заказ түскеннен кейін тауарды жинақтайсыз, упаковка жасайсыз, одан кейін барып сіз тауарды тапсырыс берушіге жеткізіп бересіз. Одан кейін сізде номер заказы деген жерде принять заказы деп тұрады. Сол принять заказыды басқаннан тапсырыс берушіге SMS код барады. Сол SMS кодты осы жерге енгізуіңіз керек. Одан кейін барып сізде выдан деп тұрады. Яғни тапсырыс жеткізілді деп тұрады. Яғни жеткізу қызметі бойынша қалай доставканы жіберу керек екендігін түсіндіңіздер деп ойлаймын. Келесі кезекте, егер сізге өзге қаладан тапсырыс түсетін болса, онда новые деген жерді, принять дегенді басқаннан кейін сізге Каспий доставка бөліміне кіру керек болады. Осы жерге кіргеннен кейін комплектация деген бөлімді басасыз, комплектация. Одан кейін мына жерде номер заказы, яғни осы жерде түскен заказыңыз астында тұрады. Осы жерге галочкасын қойып деген батырманы басуыңыз керек, яғни жинақтау деген батырманы басуыңыз керек. Осы жинақтау деген батырманы басқаннан кейін сізге жоғарғы жағында бір 15 минуттан кейін накладная деп шығып тұрады. Сол накладная деген батырманы басып, печатка жасап, жаңағы тауарыңыздың барлығын упаковка жасап, соның бетіне накладнаяңызды жабыстырып, складқа апарып беруіңіз керек. Складтың адресі сіздің сол накладнаяңызда көрсетіліп тұрады. Яғни Каспий доставканың адресі қай жерде орналасқан сіздің қалаңыз бойынша. Сол жерге сіз осы тауарды упаковка жасап, сыртына жаңағы накладнаясын жабыстырып, Каспий доставка бөліміне жеткізіп бересіздер. Ал енді құрметті табысты кәсіпкерлер, бүгінгі сабағымыз сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Қажетті жерлерді жазып, сызып алыңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Ал енді құрметті табысты кәсіпкерлер, бүгінгі сабағымыз сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Қажетті жерлерді жазып, сызып алыңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.